Сәлем достар, бүгін біз сіздермен стресс гормоны кортизол туралы әңгіме айтатын боламыз. Стресс гормоны кортизол бұл қай жақтан шығады, қалай болады? Стресс гормоны жалпы біз күнделікті өмірде стресс сезінбейді емес, сезінеміз. Бәрімізде бар бұл нәрсе, тем более мына 21 ғасырда техниканың дамуымен стресс деген нәрсе өте көп кездесіп жатады. Себебі оның өте көп, қарапайым себебі режимді дұрыс сақтамау және де физикалық тірліктермен аз айналысу. Бұл үлкен осы стресске әкеліп соғады екен. Бұл енді стресс гормоны кортизол бізде қайдан пайда болады, иә? Стресс гормоны кортизол бүйрек үсті безінен бөлінеді. Бұл негізі қажет те, керек те өзімізді қорғау үшін. Бізде стресс гормоны кортизол бөлінгенде болмаса қашып кет деген сияқты сондай қорғаныштық сезімін білдіреді екен. Біз яки өзімізді қорғап жауап береміз, яки болмаса сол ситуациядан қашып құтыла алу арқылы өзімізді қорғайды екенбіз. Бірақ бұл кортизол гормоны көп мөлшерде бөлініп кетсе, адам өте қиын ауруларға ұшырайды. Қарапайым нәрсе режимді дұрыс сақтамау, иә? Мысалы, біз күн батқаннан ұйықтап, таң атқанда тұруымыз керек. Ең негізгі идеалды режим осы. Кортизол гормонын төмендету үшін, бізде біз уақытылы ұйықтауымыз керек. Уақытылы ұйқы дегеніміз не? Ол 10 болмай жатып, яғни 9-дан аса адам жайлап ұйқыға дайындалып, сағат 10-да ұйықтап кетуі керек. Себебі сіз ұйқыға дейін түрлі ойлар ойлап қоюыңыз мүмкін, иә? Мысалы, ертеңгі күнді ойлауыңыз мүмкін, ертеңгі күнім қалай болды, жұмысыңызды, бала шағаңызды, білмеймін, әркімде әртүрлі ой болады, ертеңгі жоспарларыңызды. Бірақ ұйықтар алдында өзіңізді, миыңызды басып, миыңызды тынышталдырып, ұйықтар алдында адам миы тыныш болу керек. Тынышталдырып, өзіңізді басып, сол бір, мысалы, 10-да ұйықтайтын болсаңыз, 9-дан бастап жайлап миыңызды, денеңізді ұйқыға дайындауыңыз керек. Ал егер 9-да ұйықтайтын болсаңыз, 8-ден бастап дайындалуыңыз керек. Қазір күн де ерте батады, таң да ерте атады. Сол себепті дайындалуға болады. 8 деген тым ерте секілді көрінуі мүмкін, сіз мысалы 12-де, 1-де ұйықтап жүрсеңіз, бірақ 8-де күн батып қалады. 8-ден бастап, енді 8-ден бастап ұйықтамасаңыз да, бір 9-ға таман ұйықтасаңыз болады. Егер қатты ұйқыңыз қысып келіп тұр, сонда таңғы 5-те, мысалы 8 сағаттық ұйқы болады, таңғы 5-те ұйқыңыз қанып, 9-да ұйықтасаңыз, таңғы сағат 5-ке дейін 8 сағаттық ұйқы болады, ұйқыңыз қанып тұрған сезінесіз. Кәдімгідей таңғы 5 сізге норма болып қалады. Таңғы 5-те таң атады, таңғы 5-те рахаттанып тұрасыз. Енді сізге о бастан қиын болуы мүмкін, уақытылы жатып, уақытылы тұру, алға қарай жылжыту керек. Егер мысалы сіз түнгі 1-де, 2-де жату әдет болып қалса, 12-де жатып үйренуіңіз керек. 12-де жату әдет болып қалса, 11-де жатып, 11-де жату әдет болып қалса, 10-да жатып, осылай жылжытып, сіз өзіңіздің күн тәртібіңізді реттеп ала аласыз. Егер сіз, мысалы, регулярно 1-де, 2-де, 3-де ұйықтап жүрсеңіз, таңда ұйықтап жүрсеңіз, бұл гормон повышенный деген сөз. Ұйқымен ақ болып кетіп қалады. Себебі сағат 10-да мелатонин гормоны, бақыт гормоны бөліну керек дейміз. Ол сол ұйқы кезінде бөлінеді. Ол сол бөліну керек. Сол кезде кортизолыңыз көбейіп кетпейді. Кортизол көбейгені өте жаман. Тіпті сіздің есіңізден адастыруға дейін алып келеді. Себебі уақытылы дұрыс ұйықтамаған адам миы шатысыңқы болады, басы ауырып жүреді, ашушаң болады, нервный болады.
Оның бәрі осы дұрыс ұйықтамағаннан, дұрыс күн тәртібін сақтамағандықтан. Ұйқының күн тәртібін сақтауымыз керек. Өзіндік уақытымен жүруіміз керек. Түн ұйқы үшін жаралған, күндіз өзіміздің тірліктерімізді жасау үшін. Мен түнде бітіріп тастаймын, түнде істеп тастаймын деген болмайды. Олай түн болды ма, күн батты ма, болды, сіз жайлап ұйқыға дайындала беруіңіз керек. Бұл режимді қалыптастыруға болады. Балаларыңыз болса тіптен жақсы, балаларыңызды дұрыс режимге қалыптастырасыз. Тем более баланың дені сау болу үшін ол режимді ұстану керек. Өзіңіздің де деніңіз сау болу үшін, әжімдеріңіздің жаңағы болмау үшін, ол әжімге де әсер етеді кәдімгідей. Түнде ұйықтамайтын адамның бетінде әжім көп болады. Мынау бетіңіз, денеңіз демалып рахмет айтады сізге, егер уақытылы ұйықтап тұрсаңыз. Бұл бір. Екі, тамақтануға да байланысты. Дұрыс емес тамақтансаңыз, онда шынымен де кортизол гормонының көбеюіне әкеліп соғады. Мысалы, біз қантты нәрсені көп жейміз. Кез келген нәрсені дүкеннен сатып аламыз. Дүкендегі заттардың құрамын оқып қараңызшы. Мен соны жақында ғана қолға алдым. Құрамын оқып қарасам, өңкей химиялық элемент. Ана жерде бір ұн қосылмаған ғой. Тек қана ұсаққан химиялық элемент жеп жүрген екенбіз біз. Әйтеуір без ГМО дегенді оқып аламыз да болды деп ұра береміз. Жоқ, ол дұрыс емес. Дүкеннен ешқандай затты сатып алуды кеңес бермеймін. Тіпті нанның өзінің ішіне қосылатын дрожжылық қазіргі таңда ғалымдар айтып жатыр, зиян деп. Ашытқысыз нан жеу керек деп. Магазиндегі заттардың 80%, 90% денсаулыққа қажетсіз заттар сатылады негізі. Енді мынау тамақ істеуге керекті заттарды алуға болады. Бірақ, мысалы, печенье, түрлі газды сусындар, барлық түрі кіреді оған. Кока-коладан болса барлық түрлі кіреді. Түрлі газды сусындар керек емес. Тіпті соктар табиғи емес қой олар. Печеньелер айттық, нан өнімдері түрлі, неше түрлісі бар. Конфет, шоколад мен айтпасам да білесіздер зиян екенін. Міне осындай нәрселердің бәрі қажеті жоқ денсаулыққа. Дұрыс тамақтануымыз керек, кәдімгі қарапайым қара тамақ жеуіміз керек. Менюңізді әртүрлі қылып алуыңызға болады. Әсіресе күш алу үшін, деніңіздің сау, энергичный болу үшін етті көбірек жеу керек. Әсіресе қойдың етін. Өте жақсы күш береді, энергия береді, гемоглобин көтереді, әрі деніңізді сау етеді. Өте пайдалы ет. Сосын стресс гормоны кортизол. Бұны тағы басу үшін дұрыс тамақтануды айттым. Одан кейін сіз уақытыңызды дұрыс жоспарлай білуіңіз керек. Сонымен қатар спорттық, яғни физикалық түсіруіңіз керек. Физически. Өзіңізді кәдімгідей физикалық күш түсіре білуіңіз керек дейді ғой. Яғни үйдің тірлігімен физикалық айналысатын, яғни не болуы мүмкін физикалық нәрсе. Үйдің тірлігі қазір бәрі кнопка болып кетті. Бірақ бізге физикалық күш түсіретін нәрсе болу керек. Үйдің тірлігі енді әйелдерде қолмен істейтін нәрсе болса, қолымыздың бәріне тамырлар бар ғой. Бұл қолымызды тамырлар жайлап басымызға кеткен. Қолымыз біздің қимылдап, былай қолмен майда нәрсе жасаған сайын біздің мияқтағы психикамыз демалады. Сол үшін көбіне көп әйелдерге тігін тігетін әйелдер айтады, психикам демалады, рахаттанам, спокойно болып қалам, нервный едім деп. Ол жаңағы мына тоқығаннан, тоқитын әйелдер кішкене психикасын солай демалдырады. Тігін тігетін әйелдер, себеп анағаның ойы кетеді, кішкене күйбең тіршіліктен ойы бөлінеді. Ананы істеген кезде бір жыртықты жамаса да, болмаса бір кішігірім бір нәрсе тіксе де, кесіп тіксе де,
бір нәрсені дұрыстап қойса да, или болмаса бір киімді басқа киімге айналдырып тіксе де, оның психикасы демалады әйелдерде. Әйелдерде осы тігін, суретпен айналыссаңыз да болады, болмаса тоқыма тоқу. Осындай творческий жұмыспен айналысу керек. Сонда мына жерде жүйке стимулат, кортизолдар жайлап өзін түсе бастайды. Еркек адамдарда ағаш кесу, ағаштан бірдеңе жасау, болмаса құмыра өнері, иә, енді тағы да басқа, білмедім еркек адамдарда көбіне көп қандай не болатынын, бірақ әйелдерде мысалы көбіне көп құтқаратын нәрсе осы. Қолмен бірдеңе істей білу керек. Болмаса қолмен әртүрлі аппликация дейміз, тігін, басқа нәрсеге икеміңіз болмаса да қолмен бірдеңені жасап қою, үйде бірдеңені өзгертіп қою, иә, ол да әйелге миына тыныштық береді. Ол үшін көп ақша қажет емес. Біз бәрін ақшаға тіреміз ғой қазіргі заманда. Өзіңіз қолмен күшті заттар жасап үйіңізді әдемі қоя аласыз. Осылай оның кортизол гормонын түсіре алады екенбіз. Сонымен қатар қалай бұл стресс гормонын түсіреміз, иә? Негізі құр отыра берген адам, ештеңе істемеген адам, мысалы, көп ойға шомады. Ештеңе істемеген адам, яғни ол адамның күнінде жоспар жоқ. Тұрады азанда, қалай бар солай өмір сүре береді. Жоспарламайды ештеңені, белгілі бір мақсаты жоқ, белгілі бір кетіп бара жатқан жер жоқ, ештеңені жоспарламайды, мүлдем ештеңені жоспарламайды. Ештеңеге жоспар құрмайтын адамда стресс көп болады. Неге? Себеп қайда бара жатқанын білмейді, не себепті жасап жатқанын білмейді. Қарапайым нәрсе, декретте отырған әйелдер үшін айтайын, не үшін бала өсіріп жатқанымызды білмейміз. Шын керек. Әйтеуір бала бар, өзімен өзі ойнап жүр, өй дейміз де қоямыз бар. Бірақ біз оған былай шын ниетімізбен қарап, енді әрине балаға жоспар құрыңыздар демеймін. Себебі ожидание реальность болып қалады ғой. Сіз басқа нәрсені күтесіз, басқа нәрсе шығып кетуі мүмкін да. Сондықтан да балаға байланысты жоспар құрмаңыздар. Бірақ балаға дұрыстап үйрете білуіміз керек. Және баламен де бірге уақытты тиімді пайдаланып білуіміз керек. Өзіңізді дамытыңыз. Өзіңіз тіпті қандай тамақ істейтініңізді, қанша күннен кейін басыңызды жуатыныңызды, басыңызға қандай маскалар жасайтыныңызды, бетіңізге қандай маскалар жасайтыныңызды жоспарлап қойыңыз. Бала еміздіріп жатқан кезде соны жоспарлап отырыңыз. Мынандай маска істеймін, басыма мынандай маска жағам. Ол масканы сатып алып қажеті жоқ, үйде бар заттармен, табиғи заттармен, кәдімгі жейтін заттармен жасай беруге болады. Көп әйелдер сатып алу керек деп ойлауы мүмкін. Жоқ. Сатып алмай-ақ үйдегі бар заттарды пайдаланып жасай берсеңіз болады. Мысалы, баланы декретте отырған кезде көп әйел депрессияға түседі десе, декретте отырып әртүрлі жаман ой ойлайсың. Тіпті туғаның өзі бізге стресс екен. Мына мойнымызға салмақ түсеткен. Сол себепті біздің мына мойнымыз, арқамыз ашып ауырады. Себебі ол бізге жаңағы кәдімгідей енді туғаннан кейін де демалмайсың, бала қарайсың, жатпайсың ғой. Жаттығу жасауға уақытың болмайды тіпті. Бірақ сонда да арасында өзімізге уақыт табуымыз керек екен. Бала ұйықтағанда тезет жасап алыңызға болады жаттығуыңызда. Физикалық жаттығуларды, болмаса баланы жаңағы далаға алып шыққан кезде бала ұйықтайды ғой міндетті түрде. Сол кезде тезет жасап алсаңыз болады, бала тынышталып қалады үйге қарағанда. Сол кезде тезет жасап алуға болады. Бәрібір біз денсаулығымызды күте білуіміз керек екен. Көп әйел осыны біле бермейді, көп әйел жаман ойға кетеді, бала еміздіріп отырған кезде күйеуімен ұрсады, денесімен ұрсады, ондай жағдай менде де болған. Мен оның бәрін қазір адам ол нәрсенің барлығын ойын контрольда ұстамағаннан болады. Ойды контрольда ұстау керек. Яғни ой жоспарға толы болу керек. Мен мынадан кейін мынаны істеймін, мынадан кейін мынаны істеймін. Так, мен қазір үй жинаймын, баламен занимация етемін, 10 минут 20 минут көңіл бөлемін. Одан кейін мен мына жерді жуып жіберейін,
мына жерде тамақ істеп жіберейін, мынандай бір тамақ рецепт көрдім, соны жасап жіберейін. Так, тағы не істеуім керек? Бетіме маска жасайын, шашыма маска жасайын. Так, не бар? Маған нәрсе жетіспей тұр. Так, соны істейін, үйімнің мына жерін реттейін. Болмаса тағы бір сондай бір жоспарларыңыз болу керек та. Болмаса жұмысыңыз бар болса, так, мына жұмысты мынандай кезде жасап тастаймын деген сияқты. Қазіргі әйелдердің барлығы жұмыссыз отырмайды ғой. Әйтеуір бір жұмысы бар. Соның бәрін уақытылы жоспарласаңыз, сіздің өміріңіз бір жарты жылдан кейін мынандай көрсеткіштер болады. Сол себепті де миыңызды былай айтқанда занят қылу керек. Ол занят қылу деген бала шағаны тастап жүгіріп барып жұмысқа шығып кету емес. Ол кезде миыңыз вообще каша болады. Осы балаңызбен қатар үйде балаңызды ұйықтатып қойғанда істейтін жұмыс түрі болса, онлайн жұмыс түрі болса, тіпті жақсы. Өзіңіз сүйіп істеймін. Себебі бала болған кезде балаға қарау керек қой. Қазіргі баланы білесіздер, өзі өспейді. Қарап, күтіп, баптауын керексің. Сонымен қатар осы декреттегі әйелдерде кортизол гормоны көп бөлінеді деп ойлаймын. Себебі баланың қажеттілігін көп ойлайсың. Бала ойбай не жіберіп қоймайын, көшеге жіберіп қоймайын, машинам қағып кетеді. Ойбай басқа бір бөтен адамдар тесіп қоюы мүмкін. Қазір өз интернеттен де инстаграмнан неше түрлі нәрсені көреміз ғой. Соны ойлайсың, мен қазір баламды жіберіп қойсам, андай болып қалмай ма, мындай болып қалмай ма, көшеге өзін ойнап көруге жіберіп қойсам деген секілді. Сондықтан да достар, дұғаны жастап алғанымыз дұрыс болады. Аятул курси балаңызға жиі оқып жүріңіз. Тіпті балаңызға тұмар тағып қойыңыз. Аятул курси жазылған. Болса молдаға барып айтсаңыз, тұмар беріңіз десеңіз, баламды қорғап жүретін тұмар береді. Мойнына тағып қойыңыз сол тұмарды. Ол тұмар тұрған жерде бәле жала оған жоламайды. Ешкім тиіспейді. Құдай сақтасын, ештеңе болмайды да, ол тұмар тұрған жерде. Сол секілді Алладан әрдайым баланың амандығын сұрап жүріңіз, балаға ұзақ ғұмыр тілеңіз, әрбір дұғаңызды айтыңыз. Егер баланың өміріне қорқатын болсаңыз, денсаулық сұраңыз өзіңізге, балаларыңызға, жақындарыңызға, күйеуіңізге ұзақ ғұмыр тілей беріңіз. Әрбір тілекке пеште әумин дейді. Сол себепті өзіңіз тілесеңіз, бақытты, толыққанды, жақсы, отбасы болайын, барлығы тыныш болсын деп тілесеңіз, тыныш болсын, барлығы бейбіт, отбасы тату тәтті тұрайық десеңіз, үйіме береке кірсін деп тілесеңіз Құдайдан. Және өзіңіздің жасаған күнәларыңыз үшін кешірім сұрап жүрсеңіз, біздің біліп білмей жасайтын күнәларымыз бар. Истиғфар деп айтып жатамыз оны. Истиғфар айту деп интернеттен терсеңіздер толып тұр неше түрлісі. Осы истиғфар айтып жүрсеңіз, және Алладан көбірек сұрап жүрсеңіз, кешірім сұрасаңыз, жолыңыз ашыла береді, ашыла береді, ашыла береді. Солай өзіміздің мына эгомызды басып, яғни өз-өзіңді жеңгенде сен бүткіл әлемді жеңесің дейді ғой. Өзіңнің эгоңды басуың керек. Қазір адамдар өзінің эгосын баспайды, өзінің эгосын наоборот көрсетеді. Өзінің эгосын былай шарықтатып жүрген. Неше түрлі Луиза Хей, сосын психологтар бар ғой, который. Ол психологтардың өзінің өмірі негізі жақсы емес. Түсініңіздер сіздер. Ол жақсы нәрсе дәріптеп, жақсы нәрсе айтып жүрген жоқ. Мен өте қатты қарсымын қазіргі психологтардың. Саған ұнамаса ажырасып кет, саған үйтпесе кете сал, бір оңай сияқты көреді. Тек қана отбасын бұзумен ғана айналыса ма, сондай. Өте дұрыс емес нәрсе айтып жатыр. Ол нәрсе енді ол да үлкен стресс ажырасуда. Сондықтан бұл нәрсені өзіңіздің басыңызбен шешсеңіз болады. Егер күн тәртібін реттесеңіз, ұйқыңызды реттесеңіз, ұйқы режимі. Сосын физикалық нәрселермен айналыссаңыз, физикалық күшті түсіретін нәрсе болмаса, жаттығулармен айналыссаңыз болады. Неше түрлі ютубта жаттығу тұр. Таң азанмен тұрыңыз, 10 минут жаттығу жасаңыз. Күніге 10 минут жаттығу, 10 минут жаттығу, сіз өзіңізге рахмет ете бастайсыз. Болмаса спорттық әртүрлі гимнастикалық жаттығулар бар. Соған жазылыңыз. Бар, егер балаңызға қарайтын, декретте болсаңыз, балаңызға тастап кететін адам бар болатын болса, онда барып өзіңіз жазылуыңызға болады.
мысалы таңғы 7-де болатын болса, күйеуіңіздің жұмысы сағат 8-де басталатын болса, егер үлгерсеңіз, солай күйеуіңізге тастап кетіп үлгеріп барып келсеңіз, онда солай барып келсеңіз болады. Болмаса кешке жақын күйеуіңізге тастап кетіп барып келсеңіз болады дегендей ғой. Әйтеуір келеді ғой күйеуіңіз. Егер күйеуіңіз вахтовый жұмыс істеп мүлдем үлгере алмаймын десеңіз, анаңызға ма, енеңізге ма, қайындарыңызға ма, кім сенімді адам, соған тастап барып келсеңіз болады. Егер жоқ, мүлдем оған мүмкіндігім жоқ десеңіз, ютубтан қарап жаттыға берсеңіз болады. Сонда жаттығу түрімен, бірақ өзіңізге ұнайтын гармония беретін нәрсемен айналысу керек. Сонымен қатар физикалық күш деп айттық, оған жаттығулар кіреді, үй тірлігі кіреді. Одан кейін жоспар құру, яғни жоспарсыз жүрмеуіңіз керек. Күніңіздің бәрі жоспардан тұру керек. Тіпті балаға қарап, балаға анимация етуіңізді жоспарға қойып қою керек. Әйтпесе сіз ұмытып кетесіз оны. Баланың аяғына массаж жасау, баланы коврикте жүргізу, оның бәрі ойлауыңыз керек. Баланың уақытылы тісін жуу, уақытылы жатқызу, шомылдыру, шашын алу деген секілді. Онымен ойнау, оның дамуына үлес қосу деген секілді болу керек. Одан кейінгі төртінші нәрсе медитация. Медитация болу керек. Яғни медитацияны көбіне-көп йогамен айналысыңыздар деп жатады. Болмаса немен нетіңіздер дейді, Құран тыңдаңыздар дейді. Құран тыңдаған, рұқия тыңдаған өте күшті медитация. Мен сіздерге айтайын. Мына нервный клеткалардың басында бәрі тынышталады ғой. Кәдімгідей тынышталады, енді рахат сезімі қалады. Тіпті сіз қатты ашуланып тұрғанда Құран тыңдаңызшы, рұқия тыңдаңызшы, қандай енді керемет сезім. Мен ол бір сезімді ештеңемен алмастыра алмаймын. Құран тыңдап көріңіздер, мұсылманбыз ғой енді шүкір. Рұқия тыңдап көріңіздер, керемет боласыздар. Азаннан кешке дейін қойып қойыңыздар, тіпті рахаттанып қаласыздар. Одан кейін өзіңізді жақсы көретін музыкаңызды тыңдасаңыз болады. Ол да жақсы көңіл күйді көтереді. Бірақ мұңды музыка болмау керек, кішкене көңіл күйді көтеретін музыка болу керек. Сонымен қатар құстардың сайраған тыңдаңыз. Азан, мен мысалы күн тәртібін реттеп азанмен тұрсаңыз, құстардың сайраған дыбысын естігенде мына бүткіл денеңіз рахаттанады ғой. Рахат сезім болады. енді бір азанмен тұрып бетіңізді мұздай сумен жуып, мұз басып, қанның өзінде кәдімгідей денеңіз шытырланады. Кейбір адамдар бүйтеді екен, кортизол гормонын басу үшін жылы душқа нетіп алғаннан кейін, шомылып алғаннан кейін мұздай неге душқа шомылады екен, мұздай суға кәдімгідей. Тіпті баняларда көреміз ғой, ыстық пардан шығасында былай басынан ағыздар жерін шелекпен мұздай су тұрып, ағыздар жерін бірден шымыр шың ете қалады денең. Ол да кортизол гормонын басуға жақсы әсер етеді. Өте жақсы болады. Достар, мен сіздерге жалпы кортизол гормонын қалай басатыны туралы жөнінде айтқан секілдімін. Бұл кортизол гормонын, стресс гормонын қалай білуге болады? Бұны тексеріп қан тапсыру арқылы ғана білуге болады. Болмаса стресс гормоны өте көп, мысалы айтып жатырмын ғой, күн тәртібін дұрыс, ұйқы режимін дұрыс сақтамаудың өзі стресс гормоны. Көп ашушаңдықтың өзі стресс гормонын бөлгіздіреді. Жарық түске қарай алмау, сонымен қатар кез келген нәрсеге недовольны бола бересіз. Ол да сол стресс гормоны көп бөлінгендігінен. Сондықтан да достар, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер, өмірге довольны болып жүріңіздер. Ол үшін режимді сақтап, күнді дұрыс жоспарлап, әртүрлі физикалық әрекеттермен айналысыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.